Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеу. Бүгінгі сабақта біз теңдеудің түбірін табуды білеміз және арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешуді үйренеміз. Белгісіз компоненттер ережесі деп тұрғанымыз бұл жерде қосылғыш, көбейткіш, бөлгіш деген ережелерді қолданамыз. Әдеттегідей өткенге шолу жасап, бір қайталап алайық. Теңдеу дегеніміз не еді? Айнымалысы бар теңдік. Айнымалы дегеніміз ол белгісіз әріп, естеріңізде болса. X, Y немесе A және тағы сол сияқты. Мысалы, мына теңдеуімізде қайсы бізде айнымалы? X деген бізде айнымалы. Яғни жаңа айтқан белгісіз бір әріп. Жақсы, бұны еске түсірдік. Енді теңдеудің түбірі дегеніміз не? Теңдеудің түбірі дегеніміз ол теңдеудің шешімі. Көп балалар осы кітапта немесе бақылауда есеп шығарған кезде тапсырма болады. Теңдеудің түбірін табыңыз деп. Сол кезде көп балалар түсінбей қалады, теңдеудің түбірі деген не екен? Теңдеудің түбірі дегеніміз теңдеуді шығарып келе, ең соңында мына сияқты x тең 8 деген шешім шықса, осы теңдеудің түбірі деп аталады. Жақсы, еске түсірдік. Енді осының жалғасы сияқты бір ереже, теңдеуді шешу дегеніміз сол теңдеудің түбірін табу. Екеуі бір-біріне туыстас ұғымдар, теңдеудің шешімі және теңдеудің түбірі екеуі бір нәрсе екен. Ол да мына сияқты теңдеуді шығарып келіп, ең соңында x тең 12 десе, осы теңдеудің шешімі және теңдеудің түбірі деп аталады. Енді бір пайдалы және өмірден алынған бір ереже үйретейін сіздерге. Бұл ереже теңдеу шешкенде белгісізді теңдік белгісінің бір жағына, ал сандарды екінші жағына жинақтаймыз. Мысалы, теңдеу кезінде осындай бір теңдік белгісі болады. Және біз өмірден бір мысал келтірейік. Дене шынықтыру сабағында біз ұлдарды бір сапқа және қыздарды екінші сапқа бөлек-бөлек тұрғызамыз. Дәл сол сияқты теңдеуде де белгісіз әріптерді бір жаққа және сандарды екінші жаққа жинастыруымыз керек. Осыны ұмытпайық. Тағы да бір мысал, анамыз үйге базардан жеміс-жидектер мен көкөністер әкелсе, біз не істейміз? Жеміс-жидектерді бір жаққа топтастырамыз, ал көкөністерді жеке топтастырамыз. Осындай өмірде мысалдарды есе сақтасақ, теңдеу шығару әлдеқайда оңай болады. Есе сақтайық. Теңдеу шешкен кезде әріпті немесе сандарды оң жағына, сол жағына жинаймыз ба, айырмашылық жоқ. Яғни бұл жерде әріптер тек қана оң жақта, сандар тек қана сол жақта тұру керек деген ереже жоқ. Қай жаққа жинасақ та айырмашылық жоқ. Мысалы, 3 килограмм өрік пен 3 килограмм құлпынай. Айталық, біз екеуінің орнын ауыстырсақ, ештеңе өзгермейді. Тек қана бұл жерде жеміс-жидектердің аттары ғана өзгерді, ал 3 килограмм мен 3 килограмм әрқашанда бір-біріне тең болады. Дәл осы сияқты теңдеуде. Енді өткенде еске түсірдік, ережені түсіндік деп ойлаймын. Енді теңдеу шешуге кірісейік. Бірінші теңдеуіміз 12x пен 20-ның қосындысы 104-ке тең. Сабағымыздың басында айтқан белгісіз компоненттер ережесін осы жерде қолданайық. Бұл жерде ереже бойынша 12x деген белгісізді табу үшін өрнектің мәнінен, яғни 104-тен 20 деген қосылғышымызды азайтамыз. Сонда қалғанын жазып, 104-тен 20-ны азайтамыз. Не қалады? 84. 12x тең болады 84. Жақсы. Енді бұл жерде жақсырақ түсіну үшін 12x деген ол бізде 12 мен x-тің арасында көбейту бар деп айттық. Бірақ біз білеміз ғой, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Сондықтан мен ыңғайлы болу үшін 12x дегенді x көбейтілген 12 деп жазып аламын, түсінікті болу үшін. Енді ережені қолданамын. Белгісізді табу үшін өрнектің мәнін көбейткішке бөлемін. X тең болады 84 бөлі 12, x тең болады 7. Еске түсірейік, x тең болады 7 деген ол не еді? Теңдеудің шешімі немесе теңдеудің түбірі. Әрине тексереміз. Мына түбірімізді орнына апарып қоямыз. 12 мен x-ның арасында көбейту бар. Демек 12 мен 7-ні көбейтіп 20-ға қосамыз. Сонда көзіміз жетеді. Екі жағында да 104 тең 104. Теңдік дәлелденді. Енді келесі теңдеуіміз 81 мен 8x-тің айырмасы 17-ге тең. Тағы да ереже бойынша мына белгісізімізді табу үшін не істейміз? Мына азайғыштан өрнектің мәнін азайтамыз.
Ал сонда 81-ден 17-ні азайтамыз. Мән орнына қойып, қалғанын жазайық. 8х тең 64. Бұнда да жаңағы сияқты, не істейміз? Екеуінің арасында көбейту бар ғой. Белгісізді табу үшін өрнектің мәнін көбейткішке бөлеміз. Х тең болады 8. Теңдеудің түбірі немесе шешімі табылды. Тексереміз. Х-тің орнына 8 апарып қоямыз. Сонда 17 тең 17. Сонымен оқушылар, мына ережені мына теңдеуіміздің бір көмекшісі ретінде қарастырамыз. Біз айттық қой жаңа, белгісізді табу үшін мына азайғыштан мән азайтамыз деп. Осы бір есепті түсіну үшін мындай бір қарапайым мысал тағы келтіруге болады. Мысалы, 6 азайту х тең 4. Бұл жерде 6-дан нешені азайтсам 4 болады деген сұраққа бірден 2 деп жауап беруге болады, оңай болғандықтан логикалық түрде. Дәл сол сияқты 2 екенін біз қалай таптық? Оны азайғыштан мән азайттық. Дәл осындай қарапайым ережені барлық жерде сақтап жүріңіздер. Себебі бізде үлкен сандар мен мысалдар берілуі мүмкін. Енді бір керемет әдісті көрсетіп, арға жалғастырайық. Бұл жерде қарайық. 13 пен z пен 18-дің айырымының көбейтіндісі 260-ға тең болып тұр. Енді бұл жерде біздің жақшан ішіндегі z пен 18-дің айырымы белгісіздің рөлінде тұр. Енді не істеймін? Осы z-тен ең алшақ тұрған 13 пен жұмыс істеуді бастаймын. Енді біз білеміз, 13 пен жақшан арасында жасырын көбейту бар. Ал көбейтуге қарама-қарсы амал бөлу. Сондықтан мен бірінші 13-тен құтылудың жолын іздеймін. Ол үшін 13-ті әрине 13-ке бөлу керек. Неге? Себебі 13-ті 13-ке бөлсек 1 шығады. Ал 1-ді нешеге көбейтсек те ештеңе өзгермейді. Сондықтан бір нәрсені есте сақтаймыз. Егер теңдіктің сол жағына бір амал қолдандық па, оң жағына да дәл сол амалды қолдану керек. Неге? Себебі біз айттық, теңдеу деген ол таразы деп. Ал таразының бір жағына 1 килограмм қойсақ, ол басып кетеді ғой. Теңестіру үшін екінші жағына да 1 килограмм қою керек. Сол сияқты екі жағына да сол амалды қолдану керек. Сонда сол жағына да қолданамыз, оң жағына да қолданамыз. Сонда не шығады бізде? Мына 13 пен 13 бөлініп кетті, орында 1 қалды, 1 жазылмайды. Сонда z азайту 18 ғана қалды. Тең болады. Оң жағында 260-ты 13-ке бөлдік, 20 қалды. Байқасаңыздар, теңдеуіміз кішірейіп, ыңғайланып келатыр, оңайлап келатыр теңдеуіміз. Ары қарай не істейміз? Әрине енді z-тің қасындағы 18 мен жұмыс істейміз. 18 азайту таңбасымен тұр. Азайтуға қарама-қарсы қосу амалы. Не істейміз? Екі жағына да 18-ді қосамыз. Жайттық қой, екі жағына да сол амалды орындау керек. Тепе теңдік сақталу үшін. Енді бұл жерде әрине 18 азайту 18 0 болатынын байқаймыз. Демек, құтыламыз, Сонда бізде z-тің қасына 18 жойылады, ал оң жағында 20 мен 18 қосылып 38 береді. Демек, түбірі 38-ге тең. Тексеруді орындаймыз, екі жағы теңесті. Дәл осы әдісті тағы бір жасап көрейік, ұмыт қалмас үшін, 4-тің 83 пен y-тің айырымына көбейтіндісі 68-ге тең. Ал бұл жерде де бірден біз жақшаның сыртында тұрған 4-ке қараймыз. 4 жақшаға көбейтіліп тұр. Көбейтуге қарама-қарсы амал бөлу. Демек, теңдігімнің екі жағында 4-ке бөлем. Сонда 4 бөлі 4 1 болады, ал 68 бөлі 4 бізде 17 береді. Біз айттық, бір тұрса жақшаның алдына жазбай қойға болады. Сонда 83 азайту y тең 17. Енді істеуім керек. Ары қарай мен не істеймін? Екі жағына да y-ті қосамын. Құрметті оқушылар, әріптермен жұмыс істеуге қорықпаймыз, Олар да сандар сияқты амалдар орындауға жарайды. Мысалы, бұл жерде y-тан y-ті алсам 0 болады. Себебі 1-ден 1-ді алсам 0 болады ғой. Сонда не қалады? Оң жағында y-тар 0 болып кетті, тек қана 83 қалды. Ал оң жағына 17 мен y-ті қосақ, 17 қосу y. Біз айттық, әріптер мен сандар қосылмайды, азайтылмайды. Дәл сондай күйінде қалады, өрнек ретінде. Ары қарай не істеймін? Енді мына жерде 83 тең болады, y қосу 17 деп жазып аламын, ыңғайлы болу үшін. Ары қарай мына 17-ні шекараның ар жағына өткіземін деп айттық. Қосу 17 ар жаққа
азайту 17 болып барады. Сонда 83 азайту 17 тең y. Азайтсақ 66 тең y болады. Енді біз жаңа балалар мына есепте бір ережені еске түсірейік. Біз айттық қой, әріптер мен сандар оң жағында тұра ма, сол жағында тұра ма, айырмашылық жоқ. 66 y тең болса, біз оны қарапайым y тең 66 деп жаза саламыз. Жаңағы құлпынай мен өріктің мысалы есімізде ғой, екі жаққа ауыстырсақ та, олар бәрібір тең бола береді. Сонда теңдеуіміздің түбірі y тең 66. Әдеттегідей тексеру жүргіземіз, екі жағы теңескенін көреміз. Бұл жерде естеріңде болса, қашықтық, жылдамдық, уақыт деген тақырып бойынша кесте құрастырдым. Бізде қашықтықты S деп белгілейтінбіз, естеріңізде болса. Жылдамдықты V дейміз. Және уақытты T деген осындай латынның әріптерімен белгілейтін едік. Қарайық, бірінші бағанымызда қашықтық бірдей екен, екі жағдайда да, бірақ әлі белгісіз. Екінші бағанда жылдамдық бірінші жағдайда белгілі, екінші жағдайда белгісіз. Уақытымыз екі жағдайда да берілген. Енді осы бойынша теңдеу қарастырайық. Бірінші жағдай бойынша біз айттық, қашықтығымыз белгісіз, оны x деп аламыз. X тең болады, жылдамдықты уақытқа көбейтемін. Бұны мен қайдан алдым? Естеріңізде болса, оған арнайы бір өзінің формуласы бар, қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз деген. Жақсы. Сонда x табу үшін қарапайым осы көбейтінді орындалады. X тең болады 210. Тағы да айтамын, x-ті біз басында не деп алып едік? X-ті біз басында қашықтық деп алдық. Демек біздің шығып тұрған x-іміз сол қашықтықтың мәні. Сонда қашықтық бізде 210 км екен. Есе сақтайық. Қазір біз оны қолданамыз екінші жағдайда. Екінші жағдайда бізде жылдамдықты табу керек. Оны табу үшін келесідей теңдеуді құрастырамыз. Біз айттық қой, қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақыт көбейтіледі деп. Енді орындарына қойық. Қашықтық бізде белгілі 210 орнына қоямыз. Тең болады, жылдамдықтың орнына x қоямыз, уақыттың орнына 2-ні қоямыз. Жақсы. Сонда x-ті табу үшін еске түсірейік, не істеуші едім? Мына өрнектің мәнін көбейткішке бөлемін. X тең болады 210 бөлінген 2, x тең болады 105. X деген ол не еді бізде екінші жағдайда? Ол мына жылдамдық. Демек жылдамдығы 105 км сағат. Осылайша біз кесте арқылы теңдеу шығарып, және оны орындадық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгін біз теңдеудің түбірін табуды және белгісіз компоненттер ережесін қолданып, теңдеу шешуді қарастырып үйрендік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.